мындай бір сөзді естіген шығарсыздар. Мысль формирует эмоцию, эмоция формирует действие, действие формирует привычку, привычка формирует характер, характер формирует судьбу. Яғни біздің тағдырымызға, біздің өмірімізге осы цепочка арқылы негізі әсер ететін біздің ойларымыз. Бұл жерде мысли деген кезде біздің бір ойымыздан бөлек шешімдеріміз. Біз бір нәрсеге бір шешім қабылдаған кезде ол біздің тағдырымызға әсер етуі мүмкін. Мысалы айталық, мен енді қарым-қатынас құрғым келмейді. Бізде бір рет сәтсіздік болған кезде екінші рет мен бұл нәрсеге араласқым келмейді, қарым-қатынас құрғым келмейді, мен үйленбей ақ қояйын деген шешім қабылдағаннан кейін біз ұзақ өмір бойы отбасы құрумен қиналуымыз мүмкін. Немесе біз бизнес ашамыз, бизнесте бір рет банкрот боламыз, ол бізге қатты ауыр болады. Ауыр тигеннен кейін біз шешім қабылдаймыз, бизнес оказывается не мое дейміз, бизнеске кірмей ақ қояйын дейміз. Яғни біздің бір ойымыз, бір шешіміміз біздің тағдырымызға әсер ете алады. И пейнхантинг не істейді? Пейнхантинг сол ойды тауып береді. Біздің өмірімізге әсер етіп жатқан нәрселерді бүйтіп біртіндеп іздеп, түбірінде біз қандай шешім қабылдағанымызды табады. Сол ойды, сол түбірін тауып, соны емдейді, алып тастайды, шешіп тастайды. Сол кезде біздің ойымыз дұрысталғаннан кейін цепочка бойынша біздің тағдырымызда бүкіл симптомдарда дұрысталатын болады.